Қазыбек атындағы номер 14 жалпы орта мектебінің өзін-өзі басқару ұйымының қамқорлық фракциясының жетекшісі Есентай Нұрайым болам. Бүгінгі «Абайды білмек парыз ойлы жасқа» атты жобамыздың Парақ кітапханасындағы бейнеролигімізді қабыл алыңыздар. Абай Құнанбаев жасында ғылым бар деп ескермедім. Жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сүрмесең өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баламды оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып түс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Өзіңден өзіңді алышар еңбегі мен ақылын екі жақтап демекші, Абай Құнанбайұлын қазіргі таңда танылмайтын адам жоқ шығар. Ол өзінің зеректілігі мен дарындылығы арқылы танылған. Және де оны қазіргі таңда бүкіл әлем біледі. Оған бір дәлел ретінде Ресейде, Түркияда және тағы басқа елдердегі ескерткіштері